Сәреке, сәлем, қалайсыңдар? Бүгін мана кеште дейтін ненің жылқының жілігі келіп қалды үйге. 19 кило, в общем, бірдеңе почти 20 килоға жақын. Соған дейтін тұзымды дайындап алдым. Тұзымды дайындап алдым да ішіне не қосарым білмей қарап жатырмын приправалардың іштерін. Не жоқ, андай сушеный чеснок жоқ, то қара бұрыш жоқ, енді не қосарым деп ойланып тұрдым да қызыл бұрыш пен паприканы қосып жібердім де айдап жібердім. Соған дейтін ішіне ана жерге не түсіп қалған ғой, базилик, кішкентай базилик шашылып қалып еді. Сонда салып жібердім, айда содан араластырып жібердім деп пышағымды дырылдатып қайрап жатырмын. Ана жерде дейтін жігітім шалым тұр, нені жаңағы синеде дейтін өткенде ана индерский тұз болды ғой бізде, сол тұздарды дейтін темір кастрюльге салып қойсам 50 килолық, соны қой, оны болмайды, ана тесіліп қалады дей ма бірдеңе деп, соған пластмасс шелектерді әкеліп сарайына ішін жуып сүртіп соған аударып жүр тұздарды. Еттерді айда тарсылатып шығарып жатырмын. Сүйегім бір бөлек, еттерім бір бөлек. Негізінде дейтін үйде етті постоянно мен тұздаймын ше. Жасан андай мен тұздағанды жақсы көреді. Постоянно ет келсе сен тұздашы деп маған қарай сырттайды. Білмеймін почему-то. Соған жақсы тұздайтын болып тұрмын ғой деп мақтанып қояйыншы. Содан не керек, общем дейді қарап жатырмын, бір мезет қарасам, жаңа бер жағында жасыл мешокқа шектерін салып жіберген, андай ненің қаза жасайтындар ғой. Сондай шектер салған, соның еттері қайда деп қарап тұрдым да. Бір мезет тауып алдым, мындай екен ғой деп. Соның бәрін ұзына, постоянно негізі андай ненің жылқының жілігі келгенде, жілігін алғанда осындай андай еттерді осылай ұзынша қылып, ана неге ішіне салуға, шектің ішіне салуға удобно қылып, солай жасаймын да. Содан бір мезет дейтін шекті әлі қараған жоқпын, шек қандай екен деп білмеймін. Кейбіреулерде дейтін шекті андай молынан салып жібереді, кейбіреулерде кішкентай алып салып жібереді да, бір-екі қазы шығатын қылып. Мен бұрындар андай жілік алып жүрген кезде, мысалы бір жілік, екі жілік па сондай алған кезде 12 сондай неге дейін шығаратын едім ғой, қазыға дейін. Білмеймін, почему-то мына шегі аз сияқты деп ойлап тұрмын, бірақ сонда да еттерін дайындап жатырмын, жаңа неге қазының ішіне салатын. Соны бір мезет қазының еттерін бөлек, бәрін ұзынша қылып тураған еттерін бәрін бөлек неттім. Обычно оларды бөлек тұздаймын да, ең соңына еттің бәрін тұздап болғаннан кейін оларды бөлек табақшаға салып алдым. Сосын шалым не кетті, сарайдан барып балтамен іздеп жүр, ана сүйектер дейтін ірі сүйектерді манадай нетем деп, шабам деп. Соны бір мезет еттерін бәрін алып алатын. Обычно білесіңдер ғой, мен дейтін ет келгенде көбіне дейтін сүйектеріне шамалы ет қалдырамын да, көбін сылып алып тастап, андай мякіттарым бар ғой, андай нетем фарш не қылып тастаймын да. Сосын ойлап жатырмын, кстати, қыздар айтпақшы, не жылқының жілігінен не шығармай, осы мен білмейді екенмін, соны бар ғой, холодец, дірілдек дейді ғой қазақша, сондай шыға ма екен осы. Сол ойлап тұрмын, шыға ма екен деп. Соған бір мезетте не керек, сүйектің бәрінен, в общем, еттің бәрін сылып алдым да. Сосын шалмайды нелерді сарайдан барып жылқын, жаңағы балғама білмеймін бір не алып келсем, ол барып тұрады, не алып келген білесіңдер ма? Құдай, темір кесетін не бар емес па? Болгарка бар ғой, соны алып келіп тұр, құрсын болгаркамен сүйек кесем десем, кеседі ғой дейді. Жақсы, онда әйтеуір кесілсе болды ғой деп еттерін сылып жатырмын. Шамалы етін қалдыр шеш дейді да. Мен айтамын, құрсыншы бәрі дейтін, ол сүйекті дейтін май шықса болды емес па, қалған бәрі ет қасына ет қосамыз ғой деп. Сонымен сыпырып алдым, тыржалғыш қылып еттерін бәрін, сүйектерін өзін қалдырдым. Сонда сүйек көп емес, көп ет екен. Неге осыда келгені обычно андай сүйек толтырып қап-қалың сүйектер келеді да, жілік болып. Сосын андай несі еті аз болатын еді ғой, қайта мынада әйтеуір мякіт жақсы келген. Содан еттерін бәрін дайындап алдым да. Сосын немді кастрюльімді әкеліп берді шалым. Соған бір мезет айда бұрқытып тұзды өкіртіп салдым да, тұздадым ғой, астына тұзды жайып алдым. Обычно мен андай етті бар ғой, бірден әкелген бойда сразу жумай тұздаймын. Сосын неткен кезде, пісіретін кезде екі астан жуам ғой. Ертең, например, ана ненің шектің ішіне салатын, қазының ішіне салатын еттерді де қазір мен тұздап қойдым. Ертең ненің ішіне салатын, шектің ішіне салатын уақытта обязательно жуып салам да, жуып кептіріп солай салам. А то дейтін бірден біреулер бар екен, жуып, сосын барып тұздайтын. Одан мен ойлаймын, андай суланып тұрғаннан кейін ет тұзды шамалы алатын болар деп.
В общем өзім методым сондай. Сонымен короче не керек, ет дейтін енді жетеді, аллаға шүкір. Алдында да сиырдың 2 жілігін алғанбыз ғой. Оны ойбай 3 жілік алдық. Құрсын 3 жілік алдық, ол 3 жілікті де бітірдік. Біраз ғана ет қалды. Қой енді ет бітіп жатыр ғой деп. Соны дейтін бұйырса енді мынау жылқынікі, енді 1-2 күнде сиырдың жілігі келеді. Қой бәрі етсіз отырмаймыз ғой деп. Сонымен алдында тартылатып еттерін бәрін сықитып неге 50 килолық енемнің кастрюлі бар. Соған неге бұрын ұн салатын еді. Соған қазір мен ет тұздайтын қылып алдым. Соған дейтін сықитып тұздадым. Жаңа ойлап қоямын, шегім қазір үлкен болып, ішіне ет жетпей қалам екен деп не ойлап тұрмын да, жақсы көрерім қазір деп. Сонымен егер бәрін патырлатып туратып, пышағымды сықитып қайрап алдым. Сол до конца етті кесіп болғанша бар ғой, соған дейін жетті ғой. Бір қайраған. Сосын ана өкпе, бауыр, андай нелер бар ғой, сбой деймін, ал деп айтады. Солардың бәрін обычно мен андай шалыма беріп жіберемін да жұмысқа. Олар жігіттер болып барғанда жетті, өздері кешке жұмыстан келгеннен кейін сен неге шықтың, шал не істеп жатыр екен деп шықсам, етті сықитып, болгаркамен дейтін сықитып нетіп алып жатыр ғой, патыр етіп. Кәдімгі шапқан ет сияқты болып тұр, бірақ на самом деле болгаркамен жасаған, болгаркамен кескен да. Сонымен не керек, әйтеуір нені етті айтып жатырмын, құрсын мына жерлері қалың болды, еттерін кішкене алып тасташы деп. Білмеймін не екенін, етті андай тыржалаңаш қылып тастаймын, мен бар хочется бар ғой, не екенін білмеймін бар ғой. Ана не өңкей сүйектің өзіне асып, сосын қасына ет саламыз ғой, все равно. Сол үшін ба, білмеймін, етін алып тастаған жақсы көремін. Өзіме ана фаршқа көп ет қалсын деймін ба, әйтеуір короче. Сонымен керек, нелері де бар ішінде, қабырғалары бар. Соның бәрін әбден бәрін тұздап болдым. Балам айтып жатырмын, жеңімді көтеріп жіберші деп, жеңімді көте береді. Сосын аналарды қазір соңынан турап шалма әзірлеп қоямын ғой ертең жұмысқа деп. Енді соңынан не қалыпты мына шектің ішіне қалатын нелер бар емес па, еттер ұзынша қылып тураған. Солардың бәрін оларды бөлектен үстіне септім де, бәрін араластырып бөлек, оларды бөлек тұздадым. Бұларды да қазір бірақ еттің бетіне салып тастаймын ғой. Сонда да оларды бөлек тұздадым, қыздар. Мен негізі ет тұздағаннан бар ғой, вообще андай жақсы көремін ет тұздағанды. Просто мына жерде қара бұрыш болмай қалды, мен кішкене паприка қостым, сосын чуть-чуть қызыл бұрыш қостым. Сосын шалым айтады, чеснок қоспадың ба дейді. Онда әкел деп. Чеснокты тірілей алдық та, үстіне уақтап жіңішкелеп тұрып араластырып жібердім. Сосын манағы етімнің бетіне алдым да, нетіп жібердім, бетіне жайып қойдым да. Етімді все болды. Бұйырса ертең енді қазы шыққаннан кейін қыздар қазыны көрсететін боламын. Мен бірге болғандарыңа рахмет.